Әлемді бағындырған қазақтың бұлбұлы Димаш Құдайберген, Қазақстан мақтанышы, әлемдік сахналарды бағындырған ерекше дауыс иесі. Оның жетістігі музыкалық шеберліктің, еңбектің және өз өнеріне деген шексіз махаббаттың жарқын үлгісі. Бүгінде ол қазақтың мәдениетін жаһанға танытып, еліміздің абыройын асқақтатып жүрген бірегей тұлға туралы айтылатын болады. Ең алдымен каналды қолдау мақсатында каналға тіркеліңіз, лайк басып, комментарияға пікіріңізді жазыңыз, достарыңызбен бөлісіп, қоңырауды да басып қойыңыз. Соңына дейін көріңіз. Үлкен рахмет. Сонымен бастайық. Димашты бала шақтан басталған ұлы арманы жетеледі. Димаштың музыкаға деген сүйіспеншілігі бала кезінен басталды. Ол Ақтөбе қаласында өнерлі отбасында дүниеге келді. Әкесі Қанат пен анасы Светлана елімізге танымал өнер қайраткерлері. Музыкаға деген сүйіспеншілік оған ата-анасынан мұра болып қалған десек қателеспейміз. Димаштың алғашқы қадамы 4 жасында пианино ойнап ән айтумен басталды. Бала кезде ол тек қазақтың әндерімен ғана емес, әлемдік классикалық туындылармен де танысып, өз өнерін жан-жақты шыңдауға ұмтылды. Оның айтуынша, ата-анасының қолдауы және ұлттық өнерге деген махаббат оны үлкен сахнаға жетеледі. Димаштың еңбек пен ізденістің жолы арқылы атақты болды. Димаштың ерекше дауысы табиғаттың сыйы, бірақ ол бұл сыйды дамыту үшін тынымсыз еңбек етті. Музыкалық білімін жетілдіру мақсатында Ақтөбе музыка колледжінде және Астана қаласындағы Қазақ ұлттық өнер университетінде білім алды. Оның дауыс диапазоны әлемдік деңгейдегі вокалистермен теңесіп қана қоймай, кейде олардан да асып түседі. Күнделікті дайындықтар, вокалдық жаттығулар және музыкалық сауаттылықты дамыту оның әрдайым жетістікке жетуінің кілті болды. Димаш бұл туралы табиғи талант тек еңбекпен шыңдалады. Егер тынымсыз еңбек етпесең, ешқандай дарын нәтиже бермейді дейді. Димаштың әлемге танылу жолы. Димаштың әлемдік деңгейде танылуына Қытайда өткен I Am a Singer халықаралық байқауы себеп болды. Ол осы байқауда өзінің ерекше даусымен және орындау шеберлігімен қазылар алқасын, көрермендерді таңғалдырды. Байқаудың әр кезеңінде Димаш әлемдік хиттерді шебер орындап, өзінің әмбебап әнші екенін дәлелдеді. Әлемнің түкпір-түкпірінен көрермендер оның әндерін тыңдап, әлеуметтік желілерде қолдау көрсетті. Бұл байқаудан кейін Димаштың есімі жаһандық деңгейде танылып, миллиондаған тыңдарманның жүрегінен орын алды. Димаштың мәдениет елшісі ретінде миссиясы. Димаш тек әнші ғана емес, қазақ мәдениетінің елшісі. Ол қай елде өнер көрсетсе де, қазақ тілінде ән шырқап, халқымыздың дәстүрі мен мәдениетін насихаттап жүр. Оның концерттері тек музыкалық шара емес, қазақ мәдениетін таныстыратын ерекше мереке. Димаш өз сұхбаттарында мен үшін ең үлкен мақтаныш қазақ мәдениетін әлемге таныту. Әндерім арқылы халқымның рухын, тілін және өнерін көрсету басты мақсатым деп атап өтеді. Димаштың жастарға үлгі болу. Димаштың жетістігі қазіргі жастарға үлкен шабыт береді. Ол тек даусымен ғана емес, қарапайымдылығымен, еңбексүйгіштігімен және ұлттық құндылықтарға деген құрметімен де үлгі. Ол әрдайым өз отанына адалдық танытып, қазақ тілінің мәртебесін арттыруға үлес қосып келеді. Димаштың айтуынша, өнер бұл жүректің тілі. Егер өз өнеріңді шын жүректен жасасаң, оның әсері барлық шекаралардан асып түседі. Димаштың болашаққа жоспарлар, Димаштың болашағы әлі де биік шыңдарды бағындыруға бағытталған. Ол қазақ ән өнерін одан әрі дамытуға, жаңа музыкалық жобаларға қатысуға ниетті. Сонымен бірге ол халықаралық деңгейдегі қайырымдылық шараларына белсенді қатысып, әлемнің түрлі түкпіріндегі тыңдармандарына қолдау көрсетіп келеді. Оның арманы әлем сахналарында қазақ әндерін әуелетіп, туған халқының даңқын жаһанға таныту. Димаш Құдайберген еліміздің мақтанышы, әлемдік деңгейдегі бірей өнерпаз. Әлемді бағындырған оның жетістігі тек музыкалық дарын емес, еңбектің, табандылықтың және ұлттық мәдениетке деген құрметтің жемісі.
Ол өз өнерімен миллиондаған тыңдарманның жүрегін жаулап, қазақ халқының рухын әлемге танытты. Димаш әрбір қазақстандық үшін үлгі. Оның табыстары бізге армандаудан қорықпауға, еңбекқор болуға және өз мәдениетімізді мақтан тұтуға үйретеді. Ендеше Димаш сияқты батырларымыз арқылы Қазақстанның есімі мәңгілік жаһандық биіктерде жарқырай берсін. Келесі видеоларымызды күтіңіз. Каналды қолдау мақсатында тіркелуді ұмытпаңыз, комментарияға өз пікіріңізді жазыңыз.